Қымбатты тыңдарман, Санжар Керімбай мен Әділбек Нәбидің «Қуыс кеуде» кітабының аудио нұсқасының жалғасын тыңдау үшін менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып қойыңыз. Орыс мектептерінің жемісі. 1985 жылдары Горбачевтың қайта құру реформасынан кейін қазақ халқын мәдени тоқыраудан сақтап тұратын құндылықтар құрамы күрт нашарлады. 1970 жылдары қарқынды насихатталған күйтабақтар циклі бір жола тоқтады. Балалық шағы бұл заманға сәйкес келген жаңа буын жыр құндылығынан махрұм қалды. Мәдени майданда бұл құндылықтарды үздіксіз насихаттап отыратын қаһармандар саны күрт азайды. Оның негізгі себебі Қазақстанда қазақ мектептерінің жабылып, жаппай орыс мектебінің ашылуы. Қонаев дәуірінде Алматы қаласында жалғыз қазақ мектебі әупірімдеп аман қалған. Соның кесірінен қазақ тілі, әдебиеті, мәдениеті үшін күрескен ақын жазушылардың ұрпағы бір ауыз қазақша білмейтін қара орысқа айналды. 1988-89 жылдары шыққан газет-журналды шолып шықсаңыз, сол кездегі ең көп талқыланған мәңгүрт тақырыбы екеніне көз жеткізесіз. Мәңгүрт типін әдебиетте Әбіш Кекілбаев пен Шыңғыс Айтматов қолданды. Шыңғыс Айтматов ғасырдан да ұзақ күн романында мәңгүрт жайлы аңызды былай баяндайды. Ертеде жуан деген тайпа болыпты. Олар бейбіт елді шауып, кәрісін өлтіріп, қатынын олжалап, жастарын тұтқындап әкетеді екен. Бір жорықта Найман ананың ұлы Жоламан да олжаға түседі. О заманда тұтқыннан деліқұлы жасайтын безбүйрек әдіс бар еді. Ұстарамен тұтқынның шашын сыпырады. Сол заматта жаңа сойылған түйенің көн терісін тақыр басқа қаптайды. Шыжыған күннің астына тастайды. Бірнеше күн ас сусыз бөбеулеп жатады. Өскін шаш көн теріні тесе алмай кері қарай қайырыла өседі. Бас сүйекті бұрғылап миға шаншылады. Бұл тұтқынды жан төзгісіз азапқа салады. Мұндай қорлықтан 10 тұтқынның біреуі ғана тірі қалады. Оның өзі жендеттер үшін үлкен олжа. Бешараның ақылы мәңгілікке маталып, нағыз делқұлыға айналады. Тарихи жады, зейін зердесі, ата-баба шежіресі бәрі өшеді. Енді жуан тайпасының мәңгүрт құлы болады. Не шаруа тапсырса да ойланбай істей береді. Жаны сірі бейнетке мойымайды. Оларға жалғыз ғана қорқынышты үйретеді. Бастағы кепешіңді шешсең өлесің деп сендіреді. Бақытсыз Жоламан да мәңгүрттің кепешін киеді. Дұшпаны мал баққызады. Оның да жалғыз қорқынышы басындағы кепеші болады. Найман ана оны мал бағып жүрген жерден тауып алады. Жасырын келіп қанша зарлайды. Ұлы міз бақпайды. Себебі танымайды. Жұрты, ата-бабасы, әкесі жайлы шежіре аңыздар айтып, санасына сәуле түсіруге тырысады. Мәңгүртке түк әсер етпейді. Шарасы таусылған анасы бесік жырын айтады. Жоламан әлдеге де елтімейді. Қожасы шешесінің жасырын келіп жүргенін біліп қояды. Бұл қатын кепешіңді ұрлап кеткісі келіп жүр. Одан айырылсаң біттің, өлесің деп қорқытады. Мұны естігенде Жоламанның жаны қалмайды. Садағын сайлап, кебежесін егеп отырады. Анасы тағы да бір келгенде қақ жүректен атып өлтіреді. Шыңғыс Айтматовтың ғасырдан да ұзақ күн романында өз шешесі Найман ананы садақпен өлтіретін мәңгүрт бала сияқты өз халқының тілін, әдебиетін, ән күйін, жыр тарихын таптап жүре беретін орыс тілді қазақтар қаптап кетті. Ең жаманы, бұлардың көбінің әке-шешесі күні кеше осы құндылықтар үшін өмірлерін айқаста өткізген нағыз ер болатын. Бұдан да сорақысы, осы мәңгүрттер армиясы Қазақстан тәуелсіздігін алған соң билікке араласты. Олардың көбі экономика мен қаржы саласында сауатты болғанымен, мәдени салада
ис алмас мәңгүрттің нағыз өзі еді. Ғасырлар қойнауынан өле жаздап, тәуелсіз кезеңге зорға жеткен рухани һәм мәдени құндылыққа пысқырып та қараған жоқ. Олар үшін ән, күй, жырдың соқыр тиын құны жоқтай көрінді. Оларды жинап теріп насихаттау бұлай тұрсын, бұл өнердің иелеріне қоңыз тергізіп жіберді. Сол кезде билікті қолына алған президент Назарбаев қазақ тарихына, әдебиетіне, тіліне, дініне, салт дәстүріне, ән күйіне, мәдениетіне қатысты мәселені биік мінберден көтере беруге тыйым салды. Ол үнемі мұндай кезде мұнайды сатып экономиканы түзеп алайық. Тіл мен тарих, әдебиет пен мәдениет сосын оңала береді деп саталып кететін. Зиялы жұрттың бір парасы оның сөзіне сеніп те қалды. Сондықтан да бұл проблемалар 1990 жылдары жиі көтерілген жоқ. Бірақ 2000 жылдардан былай қарай биліктің барлық тармағы мәңгүрттердің қолына толық өтіп бітті десе де болады. Қаңырап қалған мәдени кеңістікті мәңгүрт шенеуніктер Ресейдің тіпті екінші емес, үшінші, төртінші сортты әнші бишісімен толтырды.